Бұл вақиға ел аузындағы Шығайбай, Алдар Көсе және Әз Жәнібек кезінде болыпты. Алдар өте қиялшыл, сөзге ұста адам болды. Бір кезде хан мен бидің қате істеген билігін тауып, ел алдында бір ойын ашатын болды. Жәнібек Көсені елден жоюға билермен ақылдасты. Тапқан амалдары: ауыр сұрақ қоялық, сұрақты тапса ат басындай алтын берейік, таппаса елден қуайық деп уәделесіпті. Жәнібек: сонда оған қандай сұрақ қоясыңдар дейді. Көсенің қасында екі шал серігі бар еді. Бірінің сақалы ақ, шашы қара, бірінің сақалы қара, шашы ақ екен. Алдардың өзі Көсе екен. Билері: бірінші, Көсе не үшін Көсе болды, мұны тапсын. Екінші, Көсенің бір серігінің сақалы ақ, шашы қара, не үшін бұлай болды, соны тапсын. Үшінші, бір серігінің сақалы қара, шашы ақ, не үшін бұлай болды, соны тапсын десіпті. Мұны ойлап тапқан Жиренше еді. Жәнібек Жиреншеге бұйрық қылды: осы 3 адам ертең менің алдымда жауап берсін, соны жеткіз деді. Жиренше әлгі 2 шалды тауып, Көсеге қосып, 3-еуін жаяу айдап ханның ордасына келеді. Ордаға жақындағанда Жиренше: анау ханның ордасы, ханға барып жауап бересіңдер деп, өзі анау ауылда жұмысын бар еді деп жүріп кетеді. Көсе шалдардан: хан біз неге шақырды, білдіңіздер ме деп сұрайды. Шалдар: білмедік деп жауап береді. Сонда Көсе: білмесеңіздер, мен үйретейін. Хан бізден ауыр сұрақ сұрайды. Тапсақ бір дорба алтын береді, таппасақ дарға асады, болмаса елден айдайды. Шалдар Көседен: Жәнібектің сұрайтын сұрағын бізге үйрет, алтынды сен ал деп жалынады. Көсе мақұл дейді. Көсе бірінші шалға үйретеді: менің сақалым ағарғаны қайғым көп, сақалым қайғының қарсы алдында тұрды. Шашым бөркіммен қапталғандықтан ешнәрсе байқамай қара күйінде тұрады. Жәнібек: не қайғы көрдің деп сұраса, былай де: қатын шайпы, ұл тентек, екеуледі ей ханым. Өтпес пышақ, жүрмес ат, төртеуледі ей ханым. Ер қартайды, мал тайды, алты аулады ей ханым дерсің депті. Көсе екінші шалға үйретеді: менің шашым анамнан туғанда бірге шыға туған емес пе? Бұл сақалым 20 жасқа келгенде шықты емес пе? Жас үлкен шашым бұрын ағармай қайтеді. Егер шашым 20 жастан басып шыққаны қате болса, елімнен сұра дерсің. Бұл үш жауапкер Жиреншенің шақыруы бойынша ханға келді. Жәнібек: 3-еуіңнен сұрақ сұраймын. Сұрақты дұрыс тапсаң, 3 дорба алтын берем, таппасаң елден шығасыңдар дейді. Жәнібек: Көсе, бет алдыңда ерлердің сақалы не мұрты жоқ, бұған не себеп дейді. Көсе: бөксем әкеме, кеудем шешеме ұқсаған деді. Жәнібек: сенің сақалың қара, шашың неге бұрын ағарған, бұған қандай себеп болды деп сұрайды шалдан. Бұлар Көсенің үйреткен сөзін айтып отыра берді. Жәнібек үшеуіне 3 дорба алтын тастады. Көсе алтынды хан алдында өз дорбасына салып көтеріліп кете берді. Бір кезде ордаға Жиренше келіп, жауапкерлер келді ме деп сұрайды. Жәнібек: келіп, жауап беріп құтылып кетті. Шалдарға тиісті алтынды Көсе менің алдымда өз дорбасына салып алып кетті. Сондықтан Көсенің үйреткені білінді дейді. Жиренше: ай қу Көсе-ай, шалдарға обал қылған екен. Ең болмаса сол жарты алтынды сөзбен жеңіп алайын деп Жиреншені қуа жөнеледі. Үйіне жеткізбей қуып жетіп, тоқтап Көсеге сұрақ қояды: жер ортасы қайсы, ел ортасы қайсы, Құдайдың хақ бұйрығы қайсы дейді. Көсе: жап-жақ неді ғой деп мойын соза беріп, қарап: байеке, атыңызды мініп, қарап айтайын, бойым жетпей тұр дейді. Жиренше атын берді. Көсе атқа мініп, аулағырақ бір төбеге шығып жауап берді. Сонда Көсе былай дейді: жер ортасы осы екен,
ел ортасы да осы екен. Бізді айдағанда сен атты, біз жаяу едік. Енді мен атты, сен жаяу. Құдайдың хақ бұйрығы дегенің осы екен деп, атын бір ұрып жүре беріпті. Жиренше жаяу қалды. Жығылған жерімде, ұялған жерімде осы екен деп, Жиренше ханға келіпті.